Қостанай облыстық akmechet.kz сайты ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамаат, біздер бүгін біздің талқылайтын мәселеміз көпшіліктен келген сауал: едендегі шаңмен таяммум алуға бола ма деген сұрақ. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, жалпы ең әуелі таяммумның не екенін түсіндіріп өтейік. Жалпы таяммум араб тілінде бағытталу, ниеттену мағынасын білдіреді. Яғни шариғатта термин мағынасына келетін болсақ, екі хадистен дейді, яғни хадис деп атқан бұл жерде үлкен кіші жаңағы дәретсіздіктен тазалану ниетімен су болмаған жағдайда, яғни топырақты немесе басқа жер жынысын пайдалануды таяммум деп айтады. Енді Алла Тағала бұған қатысты Құранда былай дейді: Астағфируллах, ва ин кунтум марда ау аля сафарин ау жаа ахадукум минкум минал гаити ау ламастумун ниса фалам таджиду маан фатаяммаму саидан таййибан фамсаху бивужухикум ва айдиякум инналлаха кана ғафурун ғафура дейді. Осы аятқа келетін болсақ, Ниса сүресінің 43-ші аяты. Осы аятта Алла Тағала біздерге яғни осы таяммумның не екендігін баяндап өтеді. Яғни Алла Тағала айтады: егер сендер жаңағыдай бір дертке, ауруға шалдығып ауырып қалсаңдар дейді, немесе сапарда болсаңдар дейді, немесе жаңағыдай қажеттеріңді өтеп келсеңдер дейді, яғни үлкен дәретке отырып келгеннен кейін деп отыр. Немесе әйелменен төсек қатынасына түскеннен кейін деп жатыр. Фәләм тәжиду маан, егер су таппасаңдар дейді, фәтаяммаму, онда таяммум алыңдар дейді. Саидан таййибан, жаңағындай таза жер жынысымен дейді. Фамсаху биужухикум, яғни таяммумның қалай алынатындығын айтып кетіп жатыр. Яғни сол екі қолдарыңды сүртіңдер дейді. Жаңағындай беттеріңді және екі қолдарыңды дейді. Инналлаха кана ғафурун ғафура дейді. Расында Алла Тағала өте жаңағыдай кешірімді, өте мейірімді екендігін айтып жатыр. Осы аятқа сүйенетін болсақ, яғни жалпы Алла Тағала қандай да бір сапарда жүрген уақытта су табылмаса, сол су табылмаған кезде осы топырақпенен кіші дәреттен және үлкен дәреттен тазалануға болатындығын айтып жатыр. Сол секілді кейде адам дертке шалдығып қалуы мүмкін. Сол дертінің себебінен, яғни суды қолдана алмауы мүмкін. Сол кезде де, осындай жағдайларда да сол топырақпенен тазаланудың рұқсат екендігін айтып жатыр. Яғни бұл таяммум, жаңа біз айтып өткенімізде, алдында да ғұсылдың орнына да жүреді, және намаз алдында оқылатын кіші дәрет, кіші тахарат, жаңағы намаз алдында жасалатын тахараттың орнына да жүретіндігін айтып жатыр. Ал енді жаңа араб тіліндегі Құрандағы саид деген сөзге келетін болсақ, бұл жерде жер жынысы. Осы жер жынысына не жатады? Бұған байланысты ғұламалар бір ауыздан келіскен, яғни оның топырақ екендігіне. Яғни сол жер жынысы деп отқан бұл жерде топырақ мәселесі қамтылып жатқандығын айтып жатыр. Бұл топырақ ұғымы жалпы жер жынысының топырақтан да басқа түрлерінің кіретіндігін түсінуге болады. Мысалы, құм тастар, гранит, мрамор, извест, тас, бор секілді де топырақтың жынысынан болған осындай заттар да сол жер жынысының қатарынан болып есептеледі. Сол себепті де имам Абу Ханифа мен имам Мұхаммад, яғни Ханафи мазхабының негізін қалаушы имам Мұхаммад пен жаңағы имам Абу Ханифа мен және оның шәкірті имам Мұхаммад бұл жөнінде былай деп айтқан: таяммумды топырақ, шаң, құм, тас, гипс, әк, сүрме, ұнтағы, күшан, яғни күшан деп отқан бұл жерде мешияк секілді жер жыныстарымен алуға болады деп жатыр. Сол сияқты ұрғанда қолға шаң ілінбейтін ылғалды топырақпен де, сол сияқты жаңағы сор, тұзды топырақпен де, шаңмен де таяммум алуға болады деп жатыр. Кейде білеміз, кейде топырақ жаңбырдың себебінен жаңағындай шаңы көтерілмейтіндей, сондай сулы, ылғалды, дымқыл болуы мүмкін. Яғни сондай дымқыл топырақпен де ол таза болса нәжістен,
онда ондай топырақпен де таяммум алуға болатындығын айтып жатыр. Яғни ол жерде шаңның көтерілуі маңызды емес екендігін түсіндіріп жатыр. Сол секілді жаңағыдай бойына шаң жинаған кез келген нәрсеге екі қолды соғу арқылы шаң көтерумен де таяммум алуға болатындығын жаңағы имамдарымыз түсіндіріп айтып кетіп жатыр. Сонымен қатар жаңағы шаң мен таяммум алу мәселесіне келетін болсақ, енді біздің негізгі сауалымыз осы едендегі шаңмен таяммум алуға болады ма деп жатыр ғой. Сол себепті де сол шаңмен алынатын таяммумға келетін болсақ, Ханафи мазхабының атақты еңбегі Әл-Фатауа Әл-Хиндия деген кітапта былай деп жазылған: шаңмен таяммум алу тәсілі делінген, яғни екі қолды киімге, киізге, жастыққа, не осы секілді таза әрі шаңы бар нәрселерге соғу арқылы жасалады. Егер шаң екі қолға тисе, сонымен таяммум жасалады. Сол сияқты киімді сілкіген кезде ауаға шаң көтеріліп, оған қолдарын тосқан уақытта екі қолға шаң жұқса, онымен де таяммум алуға болатындығын айтып өтеді. Яғни Мухит деген кітапта да, осы Ханафи мазхабының Мухит деген еңбегінде де дәл осылай айтылған деп жазылған. Енді қорыта айтатын болсақ, жалпы кез келген адам сол дертіне байланысты немесе сапарда болған кезінде жалпы осы су таба алмаса, немесе су қолдануға деген мүмкіншілігі болмаса, яғни дерті судың себебінен жаңағы дерті ушығып кететін болса, немесе жалпы жаңағыдай күн салқын болып, сол суды қолданғаннан денсаулығы нашарлап кететін болса, міне сондай жағдайларда жалпы судың орнына топырақты қолданып таяммум алуға болады. Және де сол таяммум алған кезде жаңағы топырақтың ішіне шаң да кіретіндігін айтып жатыр. Сол себепті де едендегі шаң, егер сол еден таза болса нәжістен, онда сол шаңмен де таяммум алуға болатындығын, яғни осы фатуадан түсінуге болатындығын имамдарымыз түсіндіріп баяндап жатыр. Сол себепті де кімде-кім осындай бір жағдайларға тап болса, ешқандай қиналмастан едендегі шаң болсын, немесе айтылған секілді жастықта болсын, көрпеде болсын, киізде болсын, қандай да бір кілемде болсын, егер шаң жиналған сондай бір заттар болса, сол затты екі қолды сол заттарға ұру арқылы шаң былайша айтқан кезде көтеріліп, сол көтерілген шаң арқылы таяммум алуға болатындығын жаңағыдай түсінуімізге болады екен. Уахир дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.